еркем ай, еркелеген еркемді еркелетсем екен ай. Аузыңды ашсаң көрінер маржан тісің еркем ай, не демейді сыртыңнан дұшпан кісі еркем ай. Не десе де сыртыңнан дұшпан кісі еркем ай, білінбей ме досыңа кеткен ісің еркем ай. Еркем ай, еркелеген ай, еркелеген еркемді еркелетсем екен ай. Еркелеген еркемді еркелетсем екен ай. Қайрылып өмірге келмейсің, барыңды нәріңді тірлікке бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны оқ, мәңгілік өлмейсің. Қалсырасқан жөн сірә, өзімізден кетіп жатыр бар күнә. Уақыт емес жетпей жатқан тек ниет, күнделікті мың шаруаның астында. Кейде біреу сұрай қалса амандық, шүкірміз ғой дей саламыз сараңғып. Ашық жарқын сөйлесудің орнына деп тұрамыз, не істейді екен алаңқып. Кейбіреуде тымазайып адамдық, танытады әдепсіздік надандық. Шын көңілмен сұрап жатсаң амандық, шығарады сені мазақ адам қып. Біз амандық сұрасамыз тек қана, бір шаруаның реті келіп қалғанда, одан кейін не болады бәрібір. Бой үйренген міне осындай жалғанға, өткен уақыт айналып жүр арманға. Ашық мінез тымазайып қалған ба, тіпті ауылда көршімен де тілдеспей, жат боп бара жатырмыз бұл жалғанда. Дүние есігін ашқан кіндік қаным, тамған жерім созағым. Созақ тарих сөйлеген қасиетті мекен. Қаратаудың қойнауында қалған өскен жерім, тасыңда таңба басқан талай ғасыр үні, туған жерім жүрек түбінде мәңгі сөнбес өрнек. Салихалы өміріме аздап көз жүгіртетін болсам, мен 63 жылы 22 қаңтарда қазіргі Түркістан облысы Созақ ауданы Шаян ауылында дүниеге келген. Мені дүниеге әкелген анам Зекен Қадырбайқызы 80-нен асқан жасында өмірден өтіп кетті. Сөйтіп балалық балғын бүлдіршін уағым Алматы облысы Кеген ауданы Бөлексаз ауылында өтті. Бізде 8 жылдық мектеп болып, Қарқара ауылына 9-10 класста аяқтадым. Мектеп тәмамдағаннан кейін ауылда кәдімгі өнер жолын қуғаннан кейін өзіміздің ауылдық алау деген ансамбль құрып, гастрольдік сапарға шығып, өнерімді шыңдап жүрдім. 81 жылы күзінде отбасы болдым. Отбасында өмірге 3 жыл 3 қыз алып келдім. Менің 3 ұлым, 3 қызым, Алла берген 3 келінім, күйеу балаларым және немерелерім. Ал мына жерде тек қана менің Алла берген немере балаларым. Шыққан кезде балаларымның 6 балама күміс алқа иегерін, күміс алқа кітапшасын беріп, күміс алқа алған ана болып атандым. Қараша айында ұлдарым мені қасиетті Меккеге жолдама алып беріп, Меккеге жіберді. Сонда Меккеде түскен мынау құрма бақтағы түскен суретіміз, мынау сол Меккенің алдында, мешіттің алдында түскеніміз, мынау да қасиетті жердің, мешіттің айналасында түскен суреттеріміз, естеліктер. Мынау сол қасиетті жерден келген тәспиғіміз, сыйлыққа алып келдік өзімізге. Енді немерелерімді қазақтың дәстүрі бойынша асық ойнасын деп өзім асық алып келдім. Мынау біздің осы Әйтей округінде 17 жылы наурыз айында Асыл аналар ұжымын құрып, әжелер ансамблін бастағанбыз. Кәдімгі қазақтың дәстүрін, кимешегімізді дәріптеп құралған сәтіміз. Осы кимешекті, мына басында тұрған кимешекті
наурыз айында дайындап берген мынау шетте тұрған Тоты деген қызымыз, шеберіміз болған. Мына тұрғандар Үштерек ауылының әжелері болған. Мынау біздің өзіміздің Әйтек округінің ақсақалдар ұжымы, Амангелді ағамыз. Мынау суретте біздің Қарасай ауданының 11 округының әжелер ұжымының суреттері. Бұл жерде біздің төрайымыз Ақылия Бекбаевна. Бүгінгі күн ертеңгі тарих демекші, зейнет жасына шыққан кезде бейнеттің зейнеті деп, зейнет жасына шықсақ та бекер жатқан жоқпыз. Өнерлі елдің өресі биік атты республикалық ата-аналар арасындағы байқауға барып, бірінші орын алып, марапатталып қайттық. Одан кейін Астана қаласына барып, Қазақстан Республикасының алтын жұлдыз сыйлығына ие болып келдік. Одан кейін тағы да сол Астана қаласына барып, егеменді ел патриоты атағына барып алып келдік. Одан кейін біздің ауылымызда жаңағы асыл аналар ұжымымен бірге қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігінде жұмыс істедік. Сол жерде аналарымызбен түскен суреттеріміз, бүгінгі сурет ертеңгі тарих балаларыма көріп, естелік болсын деп бәрін сақтап қойғанша көз алдарында жүрсін деп көрсетіп жатырмын. Аудандық аналар кеңесі ұжымына жұмыс істеп, игі жақсы адамдармен бірлесіп, 11 округтың аналарымен, аталарымен бірлесіп жұмыс жасадық. О жерде төрайымыз Ақылия Бекбаевна деген апайымыз. Мына жерде, мынау ақсақалдарымыз біздің 11 округтың. Мына жерде 11 округтың әжелері, әр округтан бас қосқан. Білім өркениеті ұлттық ғылыми зерттеу орталығы Астанаға шақырып, Қазақстан Республикасының алтын жұлдыз егерлерінің энциклопедиясын беріп, алтын жұлдызын тақты. Одан кейін егеменді ел патриоты деген мадақтамаларын беріп, егеменді ел патриоты жұлдызын тағып берді бізге. 25-ші жылы март айында осы ауылдан құрылған асыл аналарымызбен барып, аяулы ана атты марапатына ие болып келдік, Астанаға барып. 4-ші жылы журналист Айтенова Меруерт Әбдірайым қызы да бізді құрмет иесімен наградтап, игілік журналының бетіне еңбегімізді, ерен еңбегімізді, бейнеттің зейнетін көрсетіп, естеліктер қалдырды. Құрмет орденімен наградтады. Айтенова Меруерт сіңілімізге де мың алғыс айтамыз. Біздің ерен еңбегімізді елеп, халыққа көрсетіп, адал еңбегімізді дәріптеген. 2022 жылы Айнұр Жүгінісова қызымыздың бастамасымен қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігімен бірлесіп те жұмыс жасадық. Ол жерде де көптеген аналарымызбен қазақи дәстүрімізді дәріптеп, іс-шаралар өткіздік. Оларда бізді бекер қалтырған жоқ. Мынау қазақ аналары деген марапаттарын беріп, алқаларын тақты. Мынау алғыс хаттарын берді. Ананың қадірін біл, аманында күлкісі сейілмесін жанарыңда. Іздеме жұмағыңды өзгелерден, жұмақтың кілтанаңның табанында деп ақын жырлағандай, аман болыңыз, сіздерге зор денсаулық, отбасына құт береке, ырыздық, несібе, қуаныш, жақсылықтар тілейміз деп қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің басшысы Дәулет Ләйла қызы да бізді де осындай марапаттарымен құттықтап, ордендарын тақты. Талай іс-шаралар жүргіздік, алғыс хаттарын берді. Көп іс-шараларымыз бар, соны көрсін деп отырмын. Кейін 25-ші жыл июль айында бізді Қырғызстан Республикасының өнер адамы Қайрат деген баламыз фестивальге шақырып, 10 мемлекеттен келген фестиваліне шақырып, сол жерден қазақтың дәстүрін дәріптеп, қазақтың өнерін көрсетіп, Қырғызстаннан елдік ырларды үгіттеген үшін деген ұлттық дем, дүниелік биіктік
жолы жарлығын негізінде ел аралық сынақ фестивалға қатысқан шеберлігі үшін деген дипломдар берді. Одан кейін біздің өзіміздің сол жаңағы аналарымызға Стамбулға сапарға грант жолдама жеңіп алдық. Асқаралы 60 жас мерейтойымда өзіміздің Әйте ауылық округінің әкімі ізгі ниетін білдіріп, Қатубаев Жарқын Қанатұлы да 60 жас мерейтойыма құттықтаулар берді. Сол асыл аналар ұжымының ұйымдастырып, бірлік бар жерде тірлік бар деп жүрген кездегі марапаттары. Енді мына жерде менің көршім бір жағы әпкетайым, қазіргі кезде замандас болып кеткен Үмітқан апам. Үмітқан апамның 70 жас мерейтойын дүркіретіп, сонау ауыл ресурс мейрамханасында жасағанда өзіміздің қазақ аналары дәстүрге жол ұжымының қыздары келіп, шашуын шашып, тойдың бетін ашып, ырым-сырымын жасап кеткен сәттен көрініс. Мынау да сол Үмітқан апам 70 жасында Әйте округінің әжелерімен түскен көрінісіміз. Тағы да жаз айында қасиетті Түркістан сапарына барып, Яссауи бабамыздың басына тағзым етіп, қасиетті жерлердің керемет тарихтарымен танысып келдік. Сол жерге барған кездегі алған мынау естеліктеріміз Түркістаннан мешіті. Мынау енді қазақи дәстүрдің сыбызғысы мен домбырасы. Байымайт деген дәстүр бойынша біз қасиетті Түркістан қаласындағы қасиетті жерлерге экскурсия жасап қайттық. Ол жерде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басына бардық. Ақмешітке, Арыстан бабтың басына барып, аралап, мына Гаухар анамыздың мешітіне барып тағзым еттік. Аман жұртым тыныш болсын деп қасиетті жерлерімізді барып аралап тағзым етіп келдік. Өзіміздің Қарасай ауданы округтық, Әйте округтық әжелерінің тіккізген кимешегіміз, біздерде іс-шаралар, қарттар үйіне барамыз, балалар үйіне барып, дәстүрімізді дәріптеп, солардың қал жағдайларын біліп, өнерімізді көрсетіп жүргенде тіктірген бас киімдеріміз. Мынау да қазақи дәстүрдің қыздарға арналған бас киімі. Бұны жаңағы Тота апама еліктеп өзім тіктім қолдан.